Баршаға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Айгерім. Бүгін сіздерге осындай ең оңай, ең дәмді болып шығатын салаттың түрімен, рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Бізге бар болғаны піскен қызылша және қайнатылып піскен жұмыртқа қажет. Өте оңай, өте дәмді болып шығады. Осылай дәмді қызылшаны турап аламыз, және де жұмыртқамызды дәл осылай турап алып, осылай саласыздар. Және де бізге кукуруз қажет. Егер болмаса, ол қоспай қойсаңыздар да болады. Қоссаңыздар одан да дәмді болады. Және де бізге майонез қажет. 3-4 қасық салып, осылай араластырамыз. Және де біздің салатымыз дайын. Өте дәміне керемет болып шығады. Тұзды шым қосамыз. Мен қоспадым, себебі өзінің дәмі өте ерекше болып шығады. Сол үшін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоса бересіздер. Егер де видео ұнаған болса, лайк баса кетіңіздер. Міне, біздің салатымыз дайын. Ас болсын. Сіздермен болған Айгерім. Қош сау болыңыздар.